Ассалаумағалейкум. Кеше боксшылар Астана төрінде Хан-Шатыр ойын-сауық кешенінде ашық жаттығу жиынын өткізді. Ақпарат небәрі бір күн бұрын жарияланса да, жиналған халықтың саны өте көп болды. Әсіресе жас болса да Төрехан мен Махмұт Сабырханның жанкүйерлері көп екені байқалады. Өздері де осынша халық жиналады деп күтпегенін айтып, таңғалғандарын жеткізді. Жалпы жекпе-жекке қатысатын барлық боксшылар Астана төріне келіп алды деп айтуға болады. Енді өздеріңіз 5 сәуір күні жекпе-жекке шығасыздар. Екеуіңіз бірге дайындықтарыңыз туралы айтып өтсеңіз және қазіргі сезімдеріңіз туралы айтып өтсеңіздер. Дайын өте келеміз. Құдай болса 5 сәуір күні жекпе-жекке шығамыз, асығып күтеміз. Құдай болса сол жерде бокс көрсетіп, шоу көрсетеміз деген, халықты қуантамыз деген ойдамыз. Мақсатымыз сол. Қалай бір-бірлеріңізге енді жігер бересіздер? Оңай шығар енді ағайынды болып бокстасу, бірге жекпе-жекке шығу деген секілді. Енді екеуміз де ағайынды болғандықтан бір спортта бір дайындықта бір-бірімізге көмектесеміз. Қателіктер бар, жақсы жағы бірімізді алып, бірімізді қолдап береміз. Жақсы, өзіңіз айтып берсеңіз. Осы сұраққа ма, жауапқа? Қазір қандай күйде шығып отырсыз? Астанадасыз, Хан-Шатырда? Енді керемет некеден осындай бұлай көрмедім. Хан-Шатырда осы жағынан жиналады деп. Қазақ халқына көп рахмет, алтын уақыттарын бөліп келіп, бізге қолдау білдіріп, жанкүйер болып жатыр. Көп рахмет, баршасына Алла разы болсын. Жақсы, қанша гонорар беріп отыр? Ол жағын сіз айтамыз. Жақсы, олған жекпе-жектен кейін деп интрига жасап қояйық, иә? Керемет, сәттілік сіздерге. Барша жанкүйерлеріңізге алғыс айтып жүрсеңіздер болады. Құдай қаласа жанкүйерлерге 5 сәуір күні Барыс аренаға шақырамыз. Бізге қолдау көрсетіңіздер, жанкүйер болыңыздар, сіздерге біз шоу өткіземіз. Екі дүркін Олимпиада чемпионы Бахадыр Жалоловтың да жанкүйерлері өте көп екен. Сондай-ақ оның Дечкомен болуы мүмкін деген жекпе-жек жайлы өз пікірін білдірді. Маған Дечкомен жекпе-жек қызық емес, оның өз жолы бар, ал менің өз жолым бар. Құдай қаласа, сәуір айының 5 күні ринг бәрін көрсетеді. Және Өзбекстан құрамасының соңғы жылдардағы жетістіктері мен оның сыры жайында қысқаша ақпарат бере кетті. Өзбекстан құрамасының жетістікке жетуі жайында ешқандай сыр, ешқандай құпия жоқ, тек қана еңбек ету керек. Еңбек бәрін жеңеді деді екі дүркін Олимпиада чемпионы Бахадыр Жалолов. Дечкомен сізге жекпе-жек ұйымдастырсақ қызық болады ма? Иван Дечкомен. Bizde boshqa tsel bor, Xudo xolasa. Ол сізге қызық емес, иә? Yo'q. Бұл қарсылас ретінде көресіз бе оны негізі? Uni o'zini yo'li bor, meni o'zimni yo'lim bor. Meni promotor menejerlarim hal qiladi hammasini. Жақсы, Олимпиаданың қанша дүркін чемпионы болу үшін не істеу керек, кеңес айтыңызшы. Ko'proq mehnat qilish kerak. Еңбек. Еңбек. Өзбек боксы несімен мықты? Mehnati bilan. Еңбек. Тағы да қандай да бір құпиясы бар шығар? Yo'q. Sekret? Sekret bizda boks yaxshi ko'rishadi. Ko'proq mehnat qilishadi. Chunki bizda birinchi, ikkinchi, uchinchi nomerlar hammasini уровени bir xil. O'shaning uchun menimcha natija yaxshi bo'lyapti. А что скажете сопернику? Ring покажет всё. Қазақстан жайлы ойыңыз. Adem. Қандай қазақша сөз білесіз? Бар сөзін білемін. Түсінемін, сөйлесемін. Жақсы, онда өзбек ағайындарға сәлем жолдап жіберіңіз. Біздің жанкүйерлерімізге. O'zbekistonlik, Qozog'istonlik ағайындыларға barchasiga qo'llab-quvvatlaylik. Turinglar, Xudo xolasa, yaxshi bo'lib ko'rsatamiz. Және ағайынды Сабырхандардың жеке бапкері Ильяс Омаров та жекпе-жек жайлы өз сұхбатын берді. Мен өз шәкірттеріме ең мықты қарсыластарды іздедім. Көшеден келген, аннан-мұннан келген қарсыластарды мен керек емес дедім. Мен өз шәкірттеріме сенемін. Төрехан Сабырхан жас болса да кәсіпқой рингке дәл қазір дайын деп 100% айта аламын. Және ол рингте жақсы бокс қана көрсетіп қоймай, шоу көрсете алатын боксшылардың бірі деп қысқа қайырды ағайынды Сабырхандардың жеке бапкері Ильяс Омаров. Әрине, Махмұт Сабырханға да, Төрехан Сабырханға да біз сенеміз және жеңіске жетуін тілейміз. Әсіресе осындай үлкен жекпе-жекпен ірі промоушендердің алдында өнер көрсетіп, көздеріне түсіп, болашақта өздеріне үлкен бір қадам жасайды деп сенеміз.
Дайындықты біз өзіміз Шымкент қаласында өзіміз жеке дайындалдық. Жаңағы Саудовский Аравиядан сборға балалар келген екен, солармен бірге жақсы қарды өткізіп, дайындығымыз өте керемет өтті. Алла қаласа осы жарысты көреміз енді сол дайындықты. 6 раундтық жекпе-жекке дайындалдық арнайы. Енді қарсыластарымыз қандай екенін қазір жақсы білмейміз. Біз өйткені қарсыласымыз күніге ауысып отырды. Жаңа әлсіз қарсыластарды бізге болмайды дедік. Жаңа сәл дұрыстау зрелищен бой керек, елге қызық болу үшін жаңағы жақсы қарсыластар іздедік. Мен солай сұрадым өзім, жеке өзім. Жақсы қарсыластар керек бізге деп. Енді мына басшылар бізге қазір тауып келген қарсыластарын көреміз ертең, Құдай қаласа. Махмудта тәжірибе бар ғой. Төреханға қиындау болмай ма? Жас бала және бірінші жекпе-жек өз психологиясы қалай екен ба? Сіз жақсы білесіз. Төреханның психологиясы ол қазір дәл қазір ол профиға дайын балада. Өзім қатты сенемін ол балаға. Құдай қаласа ол жақсы жағынан көрсетеді өзін. Жеңіске жетіп қоймай ол шоу көрсететін бала еще. Профиға келетін болсақ, дайындығымыз өте керемет. Ойдағыдай. Ильяс аға екеуміз жақсылап ақылдасып қарсылығымызды зерттедік. Дайындығым өте керемет. Алла қаласа ұтамыз деген ойдамын. Енді біз қобалжыған кезде жаңағыдай рингке шыққан кезде қобалжығанды ұмытып кетеміз. Жаңағыдай ол кезде соперникті қалай ойлаймыз, жаңағыдай қалай ұру керек екен, қалай өткізу керек екенін ойлаймыз. Енді бойдан шыққан екен, Алла қаласа жеңіп шыққан екен, қобалжу сол кезде басталады. Жаңағыдай ағам шығады. Ол кезде енді бұның алдында да сұхбаттарда айтып жүрмін. Негізі көрермен болғанға қарағанда рингке шыққан оңай. Көрермен болсаң өте қиын, қобалжу жаңағыдай не болады екен, кім ұтады екен, қалай болады екен. Рингте бокстаса жаңағыдай ұтып келе жатқанын сезесің. Енді көреміз, Алла қаласа, енді ағам екеуміз де жеңіске жетеміз. Иншалла. Профи бокста әлі нақты өткен жоқ. Алла қаласа, егер профи бокс ұнап жатса, жаңағыдай екі жақты да бірдей алып жүруге тырысамыз деген ойдамыз. Енді барлық спортшының арманы жаңа әлем чемпионаты, олимпиада ойындары. Алла қаласа, содан кейін жаңағыдай 100% сенімді түрде профиға өтеміз деген ойдамын. Дайындық өте керемет болды. Бір ай бұрын дайындыққа бастап кеткен болатынбыз. Шымкентте дайындалдық. Аллаға шүкір, бүгін Астанаға келіп, алдымызда келе жатқан 5 сәуір күні Барселонада өтетін кәсіпқой боксымызға келдік. Сол жерде бокс көрсетіп, жанкүйерлерімізге шоу, керемет бокс көрсетеміз деген оймен келіп отырмыз. Бұл жарыста 57-ге де 55-ге де бокс жасауға беруге болатын еді. World боксингта менің салмағым 55 кг болғандықтан осы 55 кг-да қалай бокс жасам, қалай өнер көрсетем деген оймен қазір таңда 55 кг-да бокс жасап жатырмын. Жанкүйерлерге де қызық болу керек қой. Шыққаннан кейін қарсыластарымыз бокс жасамай жүрсе де ол халыққа қызық емес болады, кімді алып келген деген сияқты сөз болмау үшін жақсы қарсыластарды таңдадық. Кәсіпқой боксқа ауысқаннан кейін өзіміздің деңгейімізді білу үшін жақсы қарсыластармен шығуға ағаймен келісіп, ал өзіміз боксап жүрген бокста 3 раундтықта ол кезде темп қатты болады, 3 раунд темп көтереміз. Ал бұл 6 раундтықта асықпай жаңағыдай соперниктер зерттеп, әр ұлдарды ойланып ұрып 6 раунд созылады. Бірақ 6 раундқа дейін жеткізбейміз деген ойдамыз. Аласа нокаут жасаймыз деген ойдамыз. Ал кәсіпқой бокстың қазіргі жас жұлдыздары Сұлтан Зәурбек пен Батырхан Жүкенбаев та өздерінің ашық жаттығу жиындарын өткізді. Олардың да әрқайсысының жеке-жеке көрермендері бар екені анық байқалады. Әсіресе Сұлтан Зәурбектің командасы тыңғылықты дайындалғаны көрініп тұр. Ал Батырхан Жүкенбаев қай кезде де арық сөйлеп, семіз шығатын боксшыларымыздың бірі. Друзья, Батыр Жүкенбаев! Мен үйім, мен жерім, кімге не көрсететін 5 сәуірін көреміз. Алға Қазақстан! Сұлтан Зәурбекке қошеметтеріңіз! Біздің Жәнібекте тура сондай.
қай жекпе-жегін алсаң да жекпе-жектің алдында треш-токтарда да өте көп сөйлемейді және бір сөйлесе ауыр сөйлейтін боксшылардың бірі. Және осы ашық жаттығу жиынында өзінің қобалжуы бар екенін, қобалжу әр сәтте де болатын, әр кездесудің алдында да болатынын және оның заңдылық екенін айтты. Әрине мен өз жанкүйерлерімнің алдында өнер көрсетемін. Мен өз жерімдемін. Құрметті жанкүйерлер, менен нокаут күтіңіздер деп мәлімдеме жасады Жәнібек Әлімханұлы. Қаншама жанкүйерлер біздің өнерді көруге келеді, сондықтан да барынша өзіміздің өнерді бірінші көрсету керекпіз. Содан кейін Құдай қаласа нокаут сезік па деген ой бар. Тәуелсіз Қазақстан тарихында ең үлкен бокс кешін бастағалы тұрсыз. Қандай сезімдесіз? Өте қуаныштымын. Бұл біздің тек қана бастамамыз. Құдай қаласа төрт белбеуді әкеп қорғасақ па деген ой бар. Одан кейін тағы да бір 2-3 салмақтың чемпионы болсақ па деген ойдамыз. Жанкүйерлерге айтарыңыз бар ма? Дайындық бәрі ойдағыдай, бәрі тамаша. Өз елімізде қобалжусыз, ешқандай қиындықсыз, жарақатсыз бәрі ойдағыдай тамаша өтті. Жалпы көрермен, егер сіздер байқасаңыздар, біздің кәсіби рингте де, әуесқой рингте де боксшыларымыздың сөз саптауы мені таңғалдырады. Өте мәдениетті, кітаби тілмен сөйлейтіндері әрине қуантады. Осыдан алдын Бекзат Нұрдәулетовтың бір сұхбатын көріп қалған едім. Біз оқу жаттығу жиынына барғанда кітабымызды бірге ала барамыз және бір жылға осыншама кітап оқимыз деп өз-өзіме мақсат етіп аламын. Мені осы кітап оқуға баулыған Абдайхан Жүсіпов деп айтқан болатын. Боксшыларымыздың осындай бокс өнерінен басқа кітап оқу өнеріне қызығатыны бізді әрине қуантады. Ал достар, 5 сәуір күні баршаңызды күтеміз. Сіздер мен біздерді жарқын жекпе-жектер күтіп тұр. Бұл қазақ бокс тарихында бұрын-соңды болмаған үлкен айтулы кеш. Билет жағына келетін болсақ, кеше Қазақстан бокс федерациясының басшылығы арнайы промокод арқылы барлық билеттерге 25% жеңілдік ұсынғанын айтқан болатын. Сол жеңілдікпен билетті алып үлгеріп қалыңыздар. Бұл үлкен мүмкіндік. Егер дәл осы жекпе-жекте бізде аншлаг болатын болса, көрермендер саны лық толы болатын болса, сұраныс көбейетін болса, біздерге үлкен промоушендер, үлкен жекпе-жектер ұйымдастыруға қызығушылығы артатын сөзсіз. Өз елімізде өз боксшыларымызды қолдайық. Осы кезде қолдамағанда қашан қолдаймыз? Билет саны қымбат демеңіздер. Билет саны қымбат болу заңдылық. Бұл бокс, бұл әлемдік сауда. Ал достар, жеңісті күндерде жүздескенше қазақ боксы жасасын.